Осындай тамаша әсем әннен кейін біз бағдарламамызды әрмен қарай жалғастырамыз. Қымбатты көрермен, тікелей эфирде қайырлы таң Ақтөбе ақпараттық сазды бағдарламасы. Біздің бүгінгі эфир тақырыбы өнер білім бар жұрттар деп алып отырмыз. Ендеше біздің студиямызға келіп жайғасқан меймандарымыз бар, таныс болыңыздар. Номер 8-ші орта мектебінің математика пәні мұғалімі Орын Мержан Досымұлы және де Есет Батыр атындағы спорт мектебінің 11-ші класс оқушысы Халиев Жанар. Қош келдіңіздер. Саламатсыз ба? Қош келдіңіз, рахмет. Таңғы көңіл күйлеріңіз қалай, жақсы ма? Жақсы. Ұйқыларыңыз қанды ма? Әрине. Ендеше ең алғашқы сауалымызды Мержан Досымұлы өзіңізден бастайық. Қазіргі кезде енді ұпт форматы түрлі өзгерістерге еніп жатыр. Осы турасында айтсаңыз, ерекшеліктері, қандай өзгешеліктері бар қазіргі таңда, қандай өзгерістер бар? Жақсы, жалпы енді қазіргі таңда өзі бір 3-4 жыл болды, жалпы балл 25-140 балға ауысқан білеміз. Сонымен қатар енді қазір соңғы өзгерістердің бірі қағаз форматынан компьютерлік форматқа өзгерді. Және де жаңағы бізде 5 пән бар, соның ішінде жаңағы 3-еуі нақты пән, қалған 2-еуі бейіндік пәндер болып табылады. Және де осы соңғы 1-2 жылдағы өзгерістерге тоқталатын болсақ, бұл жаңағы Қазақстан тарих пәнінің контекстік форматқа өзгеруі ішінде жаңағы бір жауапты емес, яғни бір мәтіндік есептер, мәтіндік тапсырмалар түрінде де кездеседі. Ал жалпы математикалық сауаттылықта да есептегі базалар өзгерістер бар. Жалпы осындай өзгерістерді айта аламын мен. Түсінікті. Заманауи онлайн тестілеу әдісі оқу үрдісіне қай жағынан тиімді? Жалпы өмірде кез келген нәрсенің жақсы да жаманы да болады. Сол секілді енді негізі өз басым офлайн форматын қолдаймын. Бірақ біз әр нәрседен жақсылықты іздеп үйренуіміз керек. Мысалы, менің өзім онлайн тестте, қазіргі онлайн жағдайда оқушыларға бір бағдар ретінде ақыл кеңесім, мына тестті онлайн форматта көптеген платформалар бар, жаңағы дайындалуға. Сол платформаларды тегін де ақылы түрде тапсыруға болады. Бұл яғни оқушыларға қазіргі жағдайда көптеген мүмкіндіктерге әкеледі. Яғни өзінің білімін жетілдіруге, өз білімін тексеруге, сонымен қатар жаңағы көптеген нәрселерді үйренуге, қателескен жерін көруге деген нәрсе сияқты. Енді қазірдің өзінде мысалы 4 рет тест тапсыратын болса, жалпы мүмкіндік 4 рет болса, ал қазір онлайн форматында бірнеше рет тест тапсыру арқылы өзінің білімдерін қайта-қайта жетілдіре алады. Яғни қателескен жерін түзеп деген сияқты. Түсінікті. Енді ұбт тестінің негізгі пәндері тарих, оқу сауаттылығы, математикалық сауаттылық. Енді осы ретте математикалық сауаттылықтың математикадан айырмашылығы неде? Енді жалпы өзі математика пәнінің мұғалімі болғасын, осы жерде математикалық сауаттылық пен математиканың басты айырмашылығын айта кетсем, математикалық сауаттылық бұл оқушылардағы функционалдық сауаттылық пен математикалық сауаттылықты жетілдіру көмектессе, ал математика бұл математикалық білімді дамытуға көмектеседі. Яғни бұл жердегі екі пәннің айырмашылығында аса бір үлкен өзгеріс бар деп айта алмаймыз. Математикалық сауаттылық, яғни бұл өмірде кездесетін есептер, яғни жаңағы пайыз, тағы сол сияқты, жол деген сияқты өмірде өзіміз қолданып жүрген тапсырмалар сияқты болады. Ал математикада бұл математикалық білімдерді, яғни жаңағы әртүрлі формулаларды, әртүрлі жаңағы сызбаларды қажет ететін білім тұрғысынан келеді. Сондықтан және жалпы айтқанда бұл жерде математикалық жаңағы сауаттылық көбінесе оқушылардың логикалық сауаттылығы мен өмірдегі тәжірибе білімін қолдануға мүмкіндік көрсетеді, мүмкіндіктер. Түсінікті. Енді Жанарыс өзіңнен де білейік, қазіргі енді ұбт-ға дайындығың қалай, қандай пәндер бойынша дайындалып жатырсың? Менің өзімнің таңдау пәндерім биология, химия, және мен дайындығымды жаздан бастадым, шілде айынан бастап, бір ай оқыдым, содан осы беске білім беру орталығына келіп, қайттан қараша айынан бастап оқыдым. Осы уақытқа дейін оқып келемін. Дайындығым енді атап айтарлықтай жақсы, өзімнің көңілім толады. Және де әрі қарай нақты түрде дайындалуға мен өзіме көптеген алға мақсаттар қойдым. Соңғы нәтижең қандай болды? Соңғы нәтижем 79 балл алдым. Және өзім үшін жақсы болды. Бірақ енді ол 79 баллды мен соңғы рет желтоқсан айында тапсырған едім. Түсінікті. Өзіңе бір оңай түсетін пәндері бар ма? Болмаса қызығушылық танытатын, я болмаса қиындыққа түсетін, мына бір пәне әлі дейін қиналып жүрмін дейтін пәндер бар ма? Өзім қатты қызығып, оқитын, жақсы көріп, күнде осы сабақ болса екен деп келетін. Әрине бірінші тарих пен математика сауаттылық. Осы екі сабақ енді жаныма жақын деп айтсам да болады. Оңай әрі енді кішкентай кезімнен әкемнің әңгімелерін тыңдап отыратын едім. Айтатын еді, осындай хандар болған, осыларды есінде болсын деп. Соның әкем айтқан біліммен осылай өзімнің бескеде дайындалып жүргенде
пайдаландым, көп көмегін тигізді. Түсінікті. Енді Мержан Досымұлы, қазіргі уақытта білімнің қарыштап дамыған заманы, көптеген жастарымыз да өзіндік өзі де білім алып жүрген жандар өте көп, дегенмен бір оңтайлы сәттерін оңай жолдармен үйретіп, жаңағы математикадан да қиналып жататын көптеген оқушылар да бар ғой. Соларға қалай үйретесіздер, қандай ерекшеліктері бар? Енді жалпы негізі бәрі ойлайды математика қиын деп. Негізі қиын емес. Тек берілген білім есте қалмайды. Яғни қазір мысалы математикалық сауаттылық 11-ші сыныпта ОБТ-да кездессе, бұл жердегі білімдер көбінесе 5-6 сыныптағы өтіп кеткен материалдар. Енді өзіңіз ойлап қарасаңыз, 4-5 жыл бұрынғы материалдарды қайта еске жаңғырту керек болады. Және оларды оқушыларға қайта жаңағы еске түсіріп, және оны жақсы тиімді ұстау үшін кестелер, жаңағы тиімді формулалар, тез-тез есептеудің жолдары деген сияқты жаңағы лайфхактар деп атады ғой, сондай жолдармен, енді тиімді жолдармен көрсетеміз. Рахмет. Ендеше біздің редакциямызға хабарласқан көрерменіміз бар екен. Қайырлы таң, тыңдап тұрмыз. Сәлеметсіз бе? Қайырлы таң. Қайырлы таң, аға. Ақтөбе. Қалыңыз қалай? Біздің тұрақты көрерменіміз хабарласып жатыр. Шүкір, жақсы, аға. Жақсыздар ма? Жақсы, шүкір, рахмет. Өзіңіз қалайсыз, аға? Енді мен тұрақты көрерменім ғой, енді уақыт болмаса, енді ертең жол жүрем, мына менің балдарыма, балапандарыма бір сұрақ қояйын деп едім. Әрине, қойыңыз, аға. Иә, өнер білім бар жұрттар дейді. Мен енді біз кешегі советтің уақытында оқығанбыз, сонда университетті бітіргенбіз, мектептен зейнеткерлікке шыққан, мен өзім ұстазбын, химиолог, спортсмен. Қазір жасым 80-де. Енді мен мына жаңағы тесті мәселесіне ода дұрыс шығар деп мен өз ойым ғой, өз мнением. Иә, мен саған көңілім толмайды, ұстаз ретінде. Оны байқап отырмын, иә. Одан бюджеттен қанша ақша кетіп жатыр. Астана, Ақтөбеден келеді. Оларды сыйлау нету. Бұрынғы біздің уақытымызда барлық 5-6 пәннен билет жайлап штрафтан билет суырып алатын едік дейсіз ғой, аға. Жауап береді. Соның баланың сөйлеп отырған тіл дамуы ерекше болады. Қазіргі мен немерем балдарым бар, тіл жоқ, тіл дамуы қысқа. Өйткені жаңағында тесті 100 сұрақ қойып, соны сызып өте шығады. Анау баланың тіл дамуына өте пайдалы ғой енді. Жақсы ғой енді. Ода бір дұрыс шығар енді. Қазіргі енді біздің енді үкіметіміздің саясаты ғой енді қазір осындай тестілеу мәселесі. Иә. Соған қарағанда тестіңі көп. Кейбір балдар, мен өзі таңғалам, мектептен оқымай жүрген балдар, дұрыс білім алмай жүрген балдар тестті жоғары бал алып кетеді. Ал, қарас, соған сосын мен мына халық та, жұрт та, көпшілік та соған осы тестіге дұрыс мән. Дұрыс демесау деп ойлаймын. Ішінде астары бір нәрсесі бар деймін. Енді оған енді білім бөлімі жауап береді ғой енді. Мектептегі баяғы біздің оқыған шіркін, онда да біз ішінен кем қалғанымыз жоқ. Университетке түстік, сол жаңағы билет жайылып. Қазіргі балдар, мен өзім 45 жыл стаж болдым, тілейін, нашар оқитын балдар жоғары тестімен бал алады да, анаяққа барғасын дұрыс бітіре алмай, естанып жаңағы ақылы оқуға түседі. Сонда ағдарыңыз рахмет. Рахмет сізге де. Біздің тұрақты көрерменіміз Бағжан аға, өзіңізге денсаулығыңыз мықты болсын. Пікіріңізге рахмет. Аға қазір енді айтып жатыр, көңілім толмайды дейді, қазіргі білім жүйесіне деген секілді. Аға ертең жол жүремін дейді, жолыңыз болсын аға. Ендеше қазіргі енді мысалға мына математикалық сауаттылық деп жатырмыз. Сол туралы өзгерістер туралы енді сіздерге қаншалықты әсер етіп жатыр жанарыз? Мүмкін жаңағы логикалық сұрақтардан деген секілді. Мүмкін жаңағы 9-шы класстарда болды ма сіздерде билет алу деген секілді болды ма, қазірде бар ма? Негізі билет алу бізде болды, бірақ біздер 9-шы жасқа аттестат кезінде карантин уақытына түсіп қалдық. Содан біздерде карантинде аттестатсыз бізде осылай өзіміздің бағамызбен берді. Біз ондай жүйені көрген жоқпыз.
Білім жүйесіне қатысты да айтып жатыр ғой енді қазір. Сіз өзіңіз математикалық тұрғыдан математика саласында білім беріп жүрген маман ретінде не айтасыз? Енді жалпы әрине ағайдың жаңағы айтқан көрерменнің айтқанымен қосыламын. Дұрыс, яғни кез келген баланың қазір тек бір белгімен ғана біреу, яғни бұл жерде енді бағы жанады немесе бап шабады деген сияқты ғой. Біреудің бағы жанып кетіп жатады, біреудің бабы шауып кетіп жатады. Енді негізі қазіргі таңда, яғни жаңағы тесттің өзі компьютерлік форматта және де бір компьютер, жаңағы бір тестілеуші, бір камера деген форматта өткізіліп жатыр ғой. Енді бұл жерде де енді бұл да бір қатаң талаптардың бірі деп ойлаймын. Себебі күнделікті жауап бергеннен де гөрі мына компьютердің алдына отырған балаға да бұл қиын негізі. Яғни бала компьютермен дайындалу үшін де оған жаңағы дайындықтарын өткізеді деген сияқты. Енді жалпы математикамен байланыстыратын болсам, енді яғни баяғыда бізде математикада, яғни жалпы есептерді шығару жолы бәрі нақтылап, шығарудың әдіс тәсілдерімен талдап, жүйелеп көрсететін. Енді қазірде тек біз белгілей саламыз. Негізі ол шынымен дұрыс емес. Дей тұрғанмен, бұл баланың енді қазір ондай мүмкіндікке бізге уақыт, жағдай келісе қоймайды. Ал тест бұл қазіргі таңда енді барлық біз енді республика бойынша оқушылар саны қазіргі таңда кезіндегі оқушылар санынан көп қой, бірнеше есе. Сондықтан бұл формат қазіргі таңға келеді деп ойлаймын. Сондықтан да негізінде әрине біліммен жаңағы білімді көрсету негізі тілмен, яғни сөйлеу арқылы жүзеге асқан дұрыс. Яғни барлық ойын, біреулер ойын жеткізеді, біреуін тек тестте ол ойын жеткізе алмауы мүмкін деген сияқты ғой. Ағайдың айтқысы келіп отырғанын мен түсінгенім. Сондықтан да әр қашанда енді тек білімді әрқашан тек білімді ғана алда жүреді деп ойлаймын негізі. Өз білімін шынымен дәлелдей алатын болса, 11 жыл бойынғы білімін осы тестте дәлелдей алу керек. Яғни ешқандай мүдіріссіз, кедергісіз. Заман ағымына қарай да жүреміз дейсіз ғой, қазіргі енді жүйе бойынша жүресіздер, сол бойынша дайындалып, сол бойынша ұбт-ға ертең бұйырса кірейін деп отырсыздар. Жанар, өзіңнің енді қазір дайындығың, жоғары бал алам деген мақсатың бар ғой? Бар әрине. Енді қазірде көптеген оқушылардың қосымша білім алуға деген мүмкіндіктерді болмай жатады. Осы ретте де енді оңай жолдарын қарастыру, сайттардан болмаса, қандай нелерді алуға болады, математикадан болмаса басқа да пәндерден болсын? Енді жалпы қазіргі таңда жаңа өзіңіз айтып отырғандай заман ағымына қарай бізде кезде тек бір кітаппен дайындалатын болсақ, қазір көптеген оқулықтар, дайындалуға деген көптеген оқулықтар шығып жатыр. Онлайн форматтағы тесттің мүмкіндіктері өте көп. Жаңағы мектептердің өзіне жаңағыдай тестті ұйымдастырады. Сонымен қайта дайындаса да. Енді бұл жерде оқушы есте сақтамай, тек сол шығару жолына икемделсе, әрине бұл барлығынан да өтімді. Яғни ол жерде қосымша сабақтан гөрі баланың жаттығуы. Кез келген салада әрине жаттығу арқылы нәтижеге жетуге болады ғой. Сол секілді кез келген оқушы өз үйінде отырып, бір тақырып бойынша бірнеше есеп шығарса, ол оған үлкен нәтиже деп ойлаймын. Ал мектепке дайындық жүргізіле ме? Мектепте енді қазіргі таңда енді мектеп жаңағы ұбт-ның нәтижесіне жауап бермейді. Дегенмен енді әр мектептің өз несінде шығар. Өздері біледі деп ойлаймын. Мүмкін біреулер жауап береді, яғни дайындар. Мүмкін бір мектеп дайындамас. Мен жалпы мектептерге енді айта алмаймын. Өйткені мектепте де алған білім неге мүмкін қосымша сабақтарға барады деген секілді ой келіп отыр дегенім ғой. Енді Жанар, өзің Есет Батыр атындағы спорт мектебінің 11-ші класс оқушысың. Қазір қай спорт түрімен айналысып жүрсің? Қазір еркін күреспен айналысамын. 8 жыл болды. Қандай тамаша. Кедергі келтірмей ма қазіргі дайындықтарыңа ұбт-ға? Мен кедергі келтіреді деп айта алмаймын. Өзім ынтама байланысты болып барлығы. 2 мезгіл тренировка жасаймын, және соның арасында мектептегі сабағымен ол сияқты сабағының уақытын өзіме келтіріп алдым. Және солай оқып жүрдім. Түсінікті. Ал биологияны таңдадым деп жатырсың ғой жаңа. Ол пәнді таңдауға не түрткі болды? Түрткі болды, өйткені мен әкем кішкентайымда мен спортшы болғысы келді. Ал анам енді оқығанымды қалайды. Әйел адамдар білесіз көп. Білім жағына құштар келеді.
бірақ енді өзімнің таңдауым өзім қолымда болды, ал көмектесетін тек ата-анам болғандықтан олардың екеуін де көңілін қалдырғым келген жоқ. Және спортта жетістікке жететініне сенем, бірақ спорттан басқа да білім керек. Және мен осы спорттан алшақтағым келмейді, барып өмірімді көп терді сояққа салғандықтан спорттан алшақтамай, соның айналасында сол салада жүру үшін осы спорттық медицинаны таңдадым. Және спорттық дәрігер болып, бірге жаттығатын балдармен жарыстарға барып, бірге қасында көмектесіп, витаминдерін жасып берсем, болмаса жарысында массаж жасап берсем, сол мен үшін бір үлкен жетістік деп ойлаймын. Қандай тамаша. Енді Мейіржан Досымұлы, енді осы ретте де ұбт-ға дайындалып жүрген біздің оқушыларымызға, көрермендеріміз болса, қандай кеңес айтасыз? Қалай дайындалу керек? Енді ең біріншісі, сөзіңіз аузыңызда көбісі енді қорқып жатады, жаңағыдай қалай болады, қандай сұрақтар түседі, дайындалып жүрген сұрағым түсе ма деген секілді көкейлерінде сұрақ болады ғой. Ең бірінші бұл жерде яғни өзіңе айтарым, бірінші сенімділік керек, яғни өзіңізге ешқандай қорықпай сенім бару керек. Екіншіден енді яғни жаңа дайындалған сұрақтарды ұмытып қалады, сізбен келісем. Бұл жерде енді көбінесе жаңа психологиялық дайындық жетіспей жатады. Яғни кішкене өзіңізге жаңағы психологиялық дайындықтарға жаңағы кітаптар оқып кішкене ол бір жаңағы ұбт-ға дайындаламын деп барлық текст сол пәнді оқып кету ғана емес, яғни өзіңізді жетілдіре отыру қажет. Енді пәнге әр уақыт пәндерді бөліп дайындалсаңыз да жеткілікті деп ойлаймын. Және де тестке кірер кезде, яғни өзіңізге нақты сеніммен және асықпай, жалпы енді асыққан жаңағы асықпау керек дейсіз. Асықпау керек ең бастысы. Яғни уақыт жетпей бара жатса, жалпы өзіңізге сенімділікпен белгілеңіз. Және де демалысқа да уақыт бөліңіз. Себебі біз шаршап қалсақ, ол да бізге нәтиже бермейді. Арасында демалып, бірақ жаңағы айтқандай тестті жаңағы дайындықты ұмытпау қажет. Яғни миға ауыртпашылық түсіп кетуі мүмкін дейсіз ғой. Жиі дайындалып, демалмай, жаңағы енді біз қайтеміз, бір жыл қалғанда жаңағы қапылып, дайындыққа күш салып, мына пәнді бір айда үйренсем, мына пәнді тездетіп бір айда алып шықсам деген секілді ғой. Енді Жанар, өзіңде болды ма? Тестілеу барысында отырсың, бір сұрақ келді, мына жауап па деген секілді. Екі тұста да ойланып қалған сәттер болды ма? Қобалжу деген секілді. Ондай сұрақтар келеді. Кейде өзің дұрыс дайындалмаған кезде келеді, кейде өзің біліп тұрасың, бірақ шамалы сенімсіздік болса өзіне, оны табуда қиын болады. Сондықтан кірерде өзіне сену керек. Өзіне сен өзіңді алып шығар, еңбегі мен ақылын екі жақтап деген сияқты ғой. Бірақ енді ондай сұрақтар келгенде қобалжымай, басқа елерін қарап, дұрыс емес пе, соларды сызып отырса, дұрыс жауап шығады деп ойлаймын. Енді қазірде 8 жауапты сұрақтар бар. Сол бағалау критерийлеріне тоқталсаңыз, қалай бағаланады? Енді жалпы қазір 120 сұрақ қой негізі, 140 балл. Енді барлық сұрақ бір балмен бағаланады. Сосын бейіндік пәндерде 2 баллдық дұрыс жауаптар бар. Сондықтан енді бұл жерде жаңағы 8 сұрақты 2-3 жауапты дұрыстар бар ғой. Бірақ ол жерде қиналудың қажеті жоқ. Мысалы, есепте бір жауапты жаңағы соған сәйкес жауаптармен алмастырады тек. Қазақ тілінде синонимдік сөздермен алмастырады деген сияқты нәрселер ғой енді. Нақты ондай менің ойымша 2-3 жауапты да қиналудың қажеті жоқ. Соншалықты бір жауап тапсаң, соған сәйкес жауаптарын анықтау арқылы ғана белгілеуге болады. Синонимдес болуы мүмкін дейсің ғой қазақ тілінде. Неге сұрап отырмын бұны? Өйткені бізде ата-аналарымыз бар, көбінесе енді балалар дайындалып жатырмыз дейді. Сосын сұрақтары келеді деп түсіндірмей жатқан болу керек десек те болады. Сондықтан маман ретінде өзіңіздің аузыңыздан естісек деп 140 балл жинау үшін қазір енді өту барысы қалай болып жатыр? Қанша балдан асса оқуға түсе алады? Енді ол қанша балдан асса дегенде, мына жерде енді жалпы мамандықты ескеру керек. Енді гуманитарлық пәндерге жоғарылық жинаған дұрыс. Ал мына физика, математика бағыттағы оқушылардың кейбірі 50-60 балды жинап, яғни негізгі деңгейді, негізгі балдар жинағаннан кейін де өтіп жатыр. Себебі жаңағы гранттың бөлінуі деген нәрселер бар ғой. Мысалы, биология, химия, медицина саласына түскенде де балды жоғары жинаған дұрыс. Енді бала қандай бағытты таңдайды, сол бағытқа сәйкес өз балын жақсартса жақсы болады.
яғни гуманитарлық пәнде мысалы көбінесе грант аз бөлінген сол бағыттағы, ол бағытталар мысалы 100-ден жоғары жинау керек деп ойлаймын. Ал мысалы физика математика бағытындағы оқушылар 60-тан жоғары жинап жатып грантқа түсіп жатқан оқушылар да бар. Дегенмен мына педагогикалық мамандыққа кішкене талаптар бар. Сондай талаптарға да байланысты жаңағы қарау керек. Жанар, енді өзіңнің балдарың қалай болып жатыр қазір? Жақсы ма? Дәреже өсіп жатыр ғой? Дәреже жаймендеп өсіп жатыр. Ең алғаш келгенде бірінші рет компьютермен кіріп көрдім. Жай ғана не болды, жай тапсыру болды. Және басында енді бір түрлі болды, дәл үстінде камера тұр. Ол кезде енді 48 бал алған едім, ең бірінші рет тапсырып көргенде жаз айында. Содан кейін ары қарай жаймендеп көтеріле бердім, 69 алдым, содан кейін 79 алдым. Енді бұйырса осы январдағы тестті тапсыруға тіркелген едім, 16 февральға, бірақ енді ол күні мен босай алмайтын болдым. Және келесіде мартта қайттан тапсырған кезде, сол кезде өзімнің деңгейімді көтеріп 100-ге жетсем деген өзімнің мақсатым бар. Қандай тамаша. Бұйырсын, әрине. Енді жаңа айтып жатырмыз ғой, онлайн әлемді жаулаған індет бізді айналып өтпегені белгілі, онлайн форматқа өтіп жатырмыз. Енді ерекшелігі неде? Офлайн формат және онлайн форматта. Қандай айырмашылықтарын ара жігін ажыратамыз? Енді офлайн форматта жалпы көзбе-көз түсіндіріп балаға жеткізгеннен нәтиже өте жақсы болады негізінде. Ал онлайн форматты да жаңағы айтқанымды жаттығулар. Яғни енді біреудің қалтасы көтерер, біреудің қалтасы көтермес. Жаңағы онлайн форматта кейбір тесттер болып жатыр деген нәрсе ғой. Сол тесттерді тапсырып, оқушылар өз нәтижесін көтере алады. Яғни бұл жерде енді өз басым жаңағы офлайн форматты қолдаймын. Сол жерде яғни оқушыларға толық жеткізуге болады. Өзінің жаңағы түсінбеген жерін оқушы сұрай алады, сол кемшілігін түзей алады. Жаңағы топпен жұмыс жасай алады, бір-бірімен талдау жұмыстарын деген сияқты. Нәтиже негізі бір-бірімен талдау арқылы, бір-бірімен жұмыс жасау арқылы ғана жетуге болады. Онлайн форматта бұл жерде ұмытуға болмайды. Енді онлайн форматта отыр екенбіз деп жұмыс жасамау керек деген сөз емес. Ол кезде яғни көптеген тест платформаларды пайдалана отырып, жаңағы мұғалімдерінен бағыт-бағдар ала отырып жұмыс жасаған дұрыс. Яғни кім нәтижеге жеткісі келеді, жұмыс жасау керек те, сол бағытта. Сондықтан екі форматта да әрине ең басты жаңағы мақсатқа жету үшін дайындық еңбектену керек дейсіз ғой. Қандай тамаша. Ендеше бүгін студиямызға келіп, бізге қонақ болып, осындай пайдалы ақпараттарыңызбен, кеңестеріңізбен бөліскендеріңіз үшін алғысымызды білдіреміз. Жанар, өзіңе сәттілік тілейміз. Жоғары бал жинап, өзіңнің қалаған мамандығыңа түсіп, өзіңде қуанып, үй ішіңді де қуантып жүре беріңіздер. Аман жүріңіздер бастысы.